үнемі қараңыздар, әрбір ісімізде бисмиллахты айту арқылы біз, я Раббым, ісімді сенің осындай ерекше есімдеріңді айта отырып, сыйна отырып айтамын деп айтамыз. Сондықтан бұл әшейін құр бисмиллах емес, Аллаху Тағаланың ең ұлық есімдерін айта отырып бір ісіңізге бастау. Ал енді алғашқы аятқа, алғашқы дейміз, кейбір тәпсіршілер екінші рет аят ретінде қарайды. Аяттарды оқыған кезде не деп айтамыз? Нәстәғиз, яда мен болатын болсам, әстәғизу билла, яғни әхузу биллахи мин шайтанир раджим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Компьютерімде мәд әріпі жоқ, сондықтан мен мына хатханы алып тастаймын. Өйткені мына кесраны алсам, лиллахи. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Садақаллахул азим. Сөздеріне тоқталайық. Әлхамд сөзі мінекей. Яғни етістіктің мастар формасы. Қай етістіктен туындап тұр? Хамида. Әдетте хамида етістігін білесіз бе десек, 5 білмеймін деуіміз мүмкін, алайда сіздер бұны 5 уақыт намазда үнемі рукудан тұрғанда айтасыздар. Не деп айтасыздар? Сәмиаллаху лиман хамида. Мағынасы дұға бұл, қыздар, бауырлар. Сәмиға естіді, кім? Аллах. Кімді естіді? Ли деген көмекші сөзі келген, ол да мән. Қандай кісіні? Хамида. Мадақтаған кімді? Өзін, Аллахты. Аллахқа мақтау айтқан адамда Аллах естісін деген дұға мақсатында айтылған сөйлем. Айтып аламыз да, Раббана ләкәл хамд дейміз. Қараңыздаршы, рукуда тұрғанның өзінде біздер Субхана раббил азим, субхана раббил азим, субхана раббил азим дейміз де, тұрып баратқанда не дейміз? Дұғаны айтамыз. Сәмиаллаху лиман хамида. Аллах өзіне мадақтаған, өзіне мадақ айтқан кісіні естісін, естиді. Өткен шақ формасында тұруы міндетті түрде естиді деген мағынаны білдіреді. И не дейміз? Раббана ләкәл хамд. Ей Раббымыз, саған мақтаулар болсын. Сондықтан хамида деген етістігіміз негізі бар. Яхмад, осы шағы Ахмад біздің ат ретінде қолданып жүргеніміз негізі ұқсастық, ол жалпы есім. Ахмаду, мен мақтаймын деген білдіреді, мадақтаймын, шүкір етемін. Мағынасы құр шүкірден кеңірек. Ішінде әрі мадақтау бар, әрі шүкірлік ету бар. Хамдун соның мастары. Мастар тұйықрайы, шүкірлік ету, мадақ айту, мадақ, шүкір деп аудара береміз. Хамидун, мадақ айтушы, Махмудун, мадақталған, өзіне мадақ айтылған дегенді білдіреді. Раббун сөзі бұл туындаған сөз емес, есім сөз, көпше түрі арбаб. Тек қана Аллах Тағала үшін емес, кез келген адам үшін де айтыла біледі. Мысалы, Раббул арбабул амал десек, мысалы, жұмыс кез келген бір фирманың басшыларына, бизнес басшыларына айтыла біледі. Арбабу сияса, мысалы, саясат керлер деп айтқымыз келсе, яда Раббул бейт, үйдің отағасы дегенде қолданылады. Раббатул бейт, үйдегі жаңағы біз домохозяйка деп жүреді ғой орысшада, әйел кісілер үшін мысалы да, тәрбиелеуші деген мағынасы да бар. Аллаху Тағала үшін қолданылған кезде, Аллаху Тағала әрі иесі бар нәрсенің, әрі тәрбиелеушісі деген мағыналарды білдіре береді. Алғашқы аятта, екінші аятта келген әлемін сөзі негізінде дүние, әлем дегенді білдіреді. Көпше түрі ауәлім. Алайда бізде мына ауәлім деген көпше түрі емес, әлемун деген көпше түр қолданып тұр. Негізі уна деген көпше түрдің қосымшасы бұл адамдар үшін қолданылады. Алайда әлемун деген жансыз нәрсеге қолдануы біздер яғни Аллаху Тағаладан басқа бүкіл жаратылысты, жер мен көктегі бүкіл жаратылыс, оның ішінде жандысы да бар, жансызы да бар, жандысының ішінде адамы да, және де бүкіл жандылары да бар. Бұның бәріне осы әлемун сөзі қолданып тұр. Әлемун сөзі атау септігінде уна деп келсе, табыс, ілік септіктерінде иина деген қосымшаны келеді. Бізде иина түрінде келген, оған тоқталамыз. Енді аяттың иғраптан бұрын сөйлем формасын түсінуге тырысайық. Арабтың сөйлемдері я есіммен, я етістікпен бастала береді. Есіммен басталса есімді сөйлем, етістікпен басталса етістікті сөйлем деп аталады. Есіммен басталғандықтан біз негізінде
мен бастаймын, яғни мен мадақ айтамын, яда мадақ Аллах үшін болсын десек, мысалы біз ахмаду деп айтуымызға болатын еді, ахмадуллаха, мен Аллахты мадақтаймын деп. Алайда бұл жерде мен мадақтаймын деп тұрған жоқ. Мадақ деген бір нәрсе бар болатын болса, вообще мадақ деген ұғымның ішіне, шүкір деген ұғымның ішіне не кіретін болса, соның барлығы деп басына еще әл артиклі қойылған кезде, ол осы атауға ие болған бар нәрсенің түгел қамтиды дегенді білдіреді. Сонда бар мақтау, бар мадақ, бар шүкір дегенді білдіре береді. Кім үшін? Лиллахи. Бізде лиллахи деген тіркесіміз, ли деген предлогымыз бар, және Аллах сөзі бар. Аллах сөзінің соңының кесра болуы, предлогтан кейін кесра. Бисмиллах деген сияқты лиллахи деді. Алайда мына басындағы әлиф алғашқы ләмі түсіп қалған, лиллахи болып қалған. Жазуда лиллахи. Бөлек жасаңыз ли Аллах. Енді біздер жоғарыда бисмиллахтан не дедік? Харфу жарлар бір етістікпен байланысты. Олай болса, мына есімді сөйлемде ортада бір етістік бар, алайда ол түсіп қалған деп қаралады. Сондықтан ираб жасағанда жар уа мәжрурымыз түсіп қалған хабармен, яғни баяндауышпен байланысты деп ілгеріде біз қазір ираб жасаймыз. Негізінде әлхамду мубтада бастауыш есімді сөйлемнің, соңы даммамен келді, мәрфу атау септігі. Кімге? Мадақ тек Аллахқа дейміз, Аллахқа тән деп жатамыз. Алайда арада мақтау болады Аллах үшін. Немесе якуну демесек, басқа етістік деп түсіндіріп жатады. Яхуссу, арнайы, арналады. Мадақ арналады кімге? Аллахқа. Демек, осындай мағынадағы етістіктер негізінде ол жерде бар, алайда түсіп қалған, біз соны солай түсінеміз. Сондықтан тән деп жүріп аударып жүруіміз осында яхуссу деген бір етістікпен байланысты деп қаралғандықтан. Бұл түсінікті ме, бауырлар? Әлхамду лиллахи, бүкіл мақтау. Негізінде тілімізді үнемі мақтауға үйреткеніміз жөн, өйткені шүкір ету нығметтердің артуына себеп болатын мәселе. Аятта не дейміз? Әлхамду лиллахи дейміз да жалғастырамыз. Раббил аламин. Раб сөзіне екі түрлі i'раб берілген екен. Анықтауыш немесе бәдәл. Оған түсініктеме береміз. Анықтауыш деген не, бәдәл деген не. Негізінде сөздер үш септікте келеді араб тілінде. Біздегі сияқты жеті септік емес. Үш-ақ септігі бар. Мәрфу атау септігіне біраз сәйкес келеді біздегі. Біраз емес, негізінде сәйкес келеді. Негізгі харакаты дамма. Тәнвин дамма, дамма деп жатамыз, негізі дамма. Аламун. Алайда көпшетір уна деген болатын болса, бұның уна дегендегі мына уауы именно осы атау септігінің көрсеткіші. Атау септігінде бір сезім тұрғанын көрсетеді. Ал бізде раб сөзінен кейін изафеттік тіркес түрінде келгендіктен ілік септігінде тұру керек, сондықтан ілік септігіндегі көрсеткіші я. Аламин, әл-аламин деп айта береміз. Табыс септігінде де әл-аламин я да аламин жекеше түрінде берді. Таблицамен кейін көріп таныссаңыздар болады. Біз жоғарыда изафеттік тіркес исмуллах деген болатынбыз. Дәл сол сияқты раббул алами десеңіздер, әлемнің раббысы. Қараңыздар, изафеттік тіркес. Ал әлемдердің десеңіз ина. Раббул аламин. Әлемдердің раббысы. Мына жерде әлі мен сөйлемде қоймағандықтан атау септігінде мәрфу болып тұр. Алайда ли деген, лиллахи дегенде Аллах сөзінің соңы кесра еді ғой. Оның анықтауышы немесе орнын басатын бәдәлді ілік септігінде тұру керек, мәжрур болу керек. Сондықтан еді рабби деп жасау себебіміз, бұның басында да бір ли бар деп ойлаңыз. Егерде бәдәл деп ойласақ. Сондықтан соңы кәсра. Анықтауыш десек, итакта алдындағы анықталатын сөзге септік тұрғысынан сәйкесу керек. Бұл түсінікті ме? Әл артиклі алмайды, тәнвин де алмайды, өйткені изафеттің бірінші мүшесі. Екінші мүшеде әл артиклін қойдық міндетті түрде, өйткені Аллах сөзі белгілі. Ал белгілі сөздің анықтауышы белгілі болу керек. Мына жерге әл қойамаймыз. Сондықтан мына жерге әл қою арқылы біз раб сөзінде белгілі қылған боламыз. Яғни изафеттік тіркесте екінші мүше белгілі болса, бірінші мүше белгілі. Белгісіз болса, белгісіз дегенді білдіреді. Көбіне белгілі. Әл артиклімен келеді. Яда белгілі бір есімдерге жататын сөз келеді. Әлхамдулиллахи раббил аламин дегенде
осындай мағынаны білдіреді. Енді бәдәл деген не? Қараңыздар, біз әлхамдулиллах деп айтқанымыз сияқты, Аллах сөзінің орнына Раббил аламин десек, оның орнын баса алатын бір сөз. Неге? Бүкіл әлемдердің Раббысы десек, біз кімді айтамыз? Тек қана Аллахты айтамыз. Олай болатын болса, мадақ әлхамдули Раббил аламин деп те айтуымызға болады деген мақсатта Рабби сөзіне бәдәл деген иғрапты да жасайды. Ал бәдәл деген сөз орнын басады деген сөз. Орнын басты деген сөз, оның септігін де алады деген сөз. Сондықтан мына жерде лиллахи деген кезде ли деген харфу жарымыз және Аллаху деген исм мәжрур сөзіміз бар болатын болса, дәл сондай мына жерде де ли плюс Рабби сөзі тұр. Бұл түсінікті ме, бауырлар? Әлхамдулиллахи Раббил аламин. Демек, екі түрлі аударуға болады. Әлемдердің Раббысы болған Аллах мадақ, әлемдердің Раббысы болған Аллахқа тән, яда мадақ Аллахқа өтір. Яғни, әлемдердің Раббысына тән. Соған қарай екі түрлі аударма айтсақ та, бір-бірінен алшақ аударма емес. Иғрабына келетін болса, әлхамду мұптада деген сөз есімді сөйлемнің бастауышына қолданылатын термин. Жоғарыда ибтада деген етістіктен туындаған деген еді. Өзімен басқа бір нәрсе басталатын деген сөз. Яғни сөйлем өзімен басталатын есім деген сөз. Бұл неліктен фәғилден өзгеше? Арабшада тек қана фәғил ғана алда тұрамайды. Кез келген есім сөз, әсіресе Құранның аяттарында, егер де оған ударение екпін түскен болса, назар аударылған болса, сөйлемнің басына шығарылып, атау септігіне қойыла береді. Сондықтан ол әрдайым баста, етістікті сөйлемде, мысалы біз бастауышта, арттан да, алдан да айтсақ болады деп жатамыз, алайда мұптада деген сөз әрдайым біздің түрік қазақшадағы бастауыш болмауы да мүмкін. Алайда қазір әрине өзімен басталып есім түрінде келіп тұр. Лиллахи, ли және Аллах сөзі деді. Жар уа мәжрур. Жар дегеніміз не? Харфу жар. Мәжрур дегеніміз не? Исм мәжрур. Яғни харфу жардан кейінгі келген, харакаты астыға тартылған, кесраланған сөзден. Мутағаллиқани байланысты, алайда байланысты етістік ортада көрінбейді. Сондықтан би махзуфин хабарин. Хабар, яғни түсіп қалған, яда мына жерде изафетпен айтылады, би махзуфи хабар. Хабардың түсіп қалған бір сөзімен байланысты. Жоғарыда біз ортаға якуну, яхуссу деген етістікті қойған едік. Сол түсіп қалған деп қаралады. Рабби, бұл жерде мен сыфат дегенді алдым, бәдәлді қоспадым, өйткені қалған ар-рахман, ар-рахим, мәлик, оның бәрін сыфат деп иғрап жасаған екен. Сондықтан сыфат сөзін бірінші сыфат дейміз. Сыфатун ула. Харакаты кәсра болғандықтан мәжрура. Ва аламату жарриха, оның мәжрурлық белгісі әл-кәсра. Лиллахи та'ала. Немесе бәдәл дедік жоғарыда. Бәдәл орнын басатын сөз дедік. Бірінші сыфат деп алайық әзірше. Ираб кітаптарында уа және ол мудаф деп айтыла береді. Бірақ мудаф деу бір қызметті көрсетпейді. Келінген сөз, артынан изафеттің екінші мүшесі келеді, назар аударыңыз дегенді. Әл-аламин мудаф илей, изафеттің екінші мүшесі, ол ілік септігінде тұру керек, мәжрур. Алайда белгісін айтады. Белгісі кесра емес, ия. Олай болатын болса, аламату жаррихи, жар деген мастар. Жар ету белгісі әл-я, я әріпі. Кесраның сыртына шығып кеткендіктен негізгі белгінің оған түсініктеме жасайды. Ниябатан анил кесра, кесраның орнына деп берген екен, түсініктеме жасайды. Лианнаху, өйткені ол мүлхақ қосылған, беджаммайл музаккари сәлим. Ертегіндегі дұрыс есім сөздерге қосылған сөз, соған ұқсатылған сөз. Негізінде адамды білдірмейді. Адамдар ғана муслимуна, муслимина, муъминуна, муъминина деп, осы түрде салихуна, салихина деп септеліп жатса, көптеліп, септеліп, одан тыс сөздер әдетте уна алмайды. Ал уна алмағандықтан телінген, соған қосылған сөз деп мүлхақ деген терминді қолданып жатады. Бір-екі 3 минуттан кейін